Елімізде бір салада отбасымен жұмыла еңбек етіп жүрген жандар көп. Солардың қатарында Махамбеттік Төребаевтар жанұясы бар. Саналы ғұмырын ішкі істер саласына арнап, көпке үлгі болған әулеттің ұлы қызында әке жолын қуып, полицейлер династиясын жалғастырған. Толығырақ бейнематериалда. Отарғали аға нағыз шаруаның адамы екенін аңғартты. Түсірілім тобы барған уақытта бау-бақшасын немересімен бірге күтіп баптап тыным таппай жүр екен. Жолдасы Қалжан апа екеуі 1977 жылы отбасын құрып, содан 5 қыз, 1 ұлды өсіріп жеткізеді. Бәрі де өмірден өз жолдарын тапқан. Бүгінде солардан өрбіген немере жиендерінің қызығына бөленіп отырған бақытты ата мен әже. Ал ұлы мен үлкен қызы Жазира әке жолын жалғап табысты еңбек етуде. Үлкен қызым мен кіші балам өз жолымды қуып, менің істеген жұмысымны ары қарай жалғастырып жатыр. Ішкі істер органында жасадым. Мен сол 24 жылдай жұмыс жасадым ішкі істер органында. Енді ыстығында, салқындығында, жақсылығында, жақсы жерінде көрдім, қызықтығында мен өзім істеген жұмысыма жақсы нәтиже берем, жақсы деп ойлаймын. Әлі де енді өсіп жатқан балдарына қызығын берсін, жақсылығын берсін деймін. Алла разы болсын. Осы берген тәрбиемді тек ары қарай жалғастырсын деп есептеймін. Полиция капитаны Жазира Отарғалиева еңбек жолын 2000 жылы Махамбет аудандық полиция бөлімінің кеңсе маманы қызметінен бастаған. 2004 жылы ақпараттық аналитикалық тобының аға инспекторына көтеріліп, содан табан аудармастан жұмыс атқарып келеді. Осы жылдар ішінде біраз жетістіктерге жетіп, ішкі істер органдарындағы мінсіз қызмет үшін медалімен марапатталған. Жазира жайлы әріптестері де жақсы пікірде. 2004 жылы Махамбет аудандық полиция бөлімінің ақпараттық және аналитика тобының аға инспекторының лауазымында қызмет атқарып келеді. Жалпы өзі коллективтің арасында өзін жақсы жағынан көрсетеді. Жаңадан келген қызметкерлерге ақылын айтып отырады. Бұл қызметін жақсы атқаруда деп есептейміз. Полиция жұмысы қауіп қатермен тәуекелге толы. Қазіргі елдегі төтенше жағдай кезінде олардың қоғам үшін жасап жатқан еңбегі өлшеусіз. Жұлдыз Қайратқызы, Қазбек Айтқалиев, жаңалық қызметі Махамбет ауданынан.